Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Өрікті ауылы Бейімбет Майлин атындағы орта мектебінің 9-шы А сынып оқушысы Бекен Мадина. Абай Құнанбайұлы. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Жоқ барды ертегіні термек үшін. Көкірегі, сезімді тіл орамды жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасырықпас талап тұғар, көңілінің көзі ашық сергек үшін. Түзекең, қайсық, қымар, қырым келмей, сыртын танып іс бітпей сырын білмей. Шу дегенде құлағың тосаңсиды өскен соң, ондай сөзді бірім білмей. Таң қаламын, алдыңғы айтқанды ұқпай, және айта бер дейді жыртыным бермей. Сөз айттым, әзіретті әлі айдаһарсыз, мұнда жоқ алтын ек саралаңыз. Кәрілікті, жаманды, өлім тілеп, болсын деген жерім жоқ жігітарсыз. Әсіресе қызыл емес деп жиренбеңіз, төбе терең, сөз артық бір байқарсыз. Батырдан, барымташы туардан бөліп, қысшылды, қызықшылды әуре жаман. Арсыз, малсыз, шаруасыз, ақылсыз, иелігінен маскүнем байқалған. 5-6 мыйсыз бәңгі күлсе мәз боп, қайнамай қызыл тілек. 5-6 мыйсыз бәңгі күлсе мәз боп, қайнамай қызыл тілек. Келді тілек қой, өнері бар інімсізге. Жалынам, мұндай сөз айтпа бізге, өзге түгіл өзіңе пайдасы жоқ. Есіл өнер қор болып кетті бізге. Сен қой, дан қой, ойнашы керім кербес,